Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Тұрақты тоқ электр қозғалтқыштарын көптеген портативті тұрмыстық құрылғыларда, автокөліктерде және кейбір өнеркәсіп жабдықтарының түрлерінде табуға болады. Осы бейне жазбада біз өнеркәсіптік тұрақты тоқ қозғалтқышының құрастырылуы мен жұмыс қағидатын логикалық түрде түсінуге тырысамыз. Ал енді қарапайым тұрақты тоқ электр қозғалтқышынан бастайықшы. Оның түрі мынандай. Статор тұрақты магнит өрісін қамтамасыз етеді. Ал айналмалы бөлік болып табылатын зәкір қарапайым шарғы ретінде көрсетілген. Зәкір бір жұп коллекторлы сақина арқылы тұрақты тоқ көзіне қосылады. Тоқ шарғы арқылы өткен кезде оның ішінде электромагниттік күш тураланады және Лоренц заңына сәйкес шарға айнала бастайды. Шарға айналған кезде сіз коллекторлы шығыршақтар қарама-қайшы өрістегі қуат көзіне қосылатынын байқай аласыз. Нәтижесінде шарғының сол жағында әрдайым электр қуатының бізден, ал оң жағында бізге қарай қозғалатыны байқалады. Бұл айналу кезінің тұрақты бір бағытты қозғалысын қамтамасыз етеді. Сондықтан да шарға айналуын жалғастыра береді. Егер шарғының айналуын мұқият бақыласақ, шарғы магнит ағынына перпендикуляр дерлік орналасқанда айналу тоқтайтынын байқай аламыз. Сондықтан да осындай тұрақты тоқ қозғалтқышының ротор қозғалысы бір қалыпты болмайды. Осы мәселені шешуге көмектесетін бір амал бар. Роторға бөлік коллекторлы сыңармен тағы бір орам контурын қосу керек. Осындай тәсімге сай, егер бірінші контур тік күйінде болған уақытта екінші контур қуат көзіне қосылады. Осылайша жүйеде қозғалыс күші әрдайым болады. Оған қоса осындай контурлар неғұрлым көп болған сайын қозғалтқыш айналымы соғұрлым бір қалыпты болады. Тәжірибеде болат қабаттарының жоғары өткізгіштік саңырауларында қозғалтқыш зәкірінің орам контуры орналасады. Бұл магнит ағындарының өзара әрекеттесуін жақсартуға мүмкіндік береді. Серіппелі коллекторлы шөткілер қуат көзімен байланысты сақтап отыруға септеседі. Тұрақты магниттегі статор полюсы тек қана өте кішкентай тұрақты тоқ қозғалтқыштарында қолданылады. Көбінесе электромагнит қолданылады. Электромагнит шарғысының өрісі сол тұрақты тоқ көзімен қоректенеді. Индукторлы шарғылар ротор орамымен екі түрлі тәсілмен қосылады. Параллельді немесе дәйекті. Нәтижесінде тұрақты тоқ қозғалтқышының екі түрлі конструкциясы шығады. Параллельді және дәйекті қозу қозғалтқышы. Дәйекті қозу қозғалтқышының өте жақсы іске қосу кезі бар, бірақ оның жылдамдығы жүктеме артқанда бірден төмендейді. Параллельді қозу қозғалтқышының іске қосу кезі төмен, бірақ іс жүзінде ол қозғалтқышқа түсетін жүктемеге қарамастан тұрақты жылдамдықпен жұмыс істей алады. Басқа электр машиналарға қарағанда тұрақты тоқ қозғалтқыштары бірегей қасиетке ие, кері электр қозғаушы күшін өндіру. Магнит өрісіндегі айналмалы контур электромагниттік индукция принципіне сәйкес ЭКК түзеді. Зәкір орамының айналмалы контурымен де осындай әсері болады. Кірмелік кернеуге кедергі жасайтын ішкі ЭКК ықпалдандырылады. Кері ЭКК зәкір орамындағы тоқты азайтады. Кері ЭКК ротордың айналу жиілігіне пропорционалды болып келеді. Қозғалтқышты қосқан кезде кері ЭКК тым аз. Сондықтан да зәкір орамындағы тоқ тым жоғары болып кетеді, ол ротордың күйіп кетуіне апарады. Сондықтан да үлкен тұрақты тоқ қозғалтқыштары үшін кірмелік кернеуді реттейтін лайықты іске қосу механизмі керек. Тұрақты тоқ қозғалтқыштарының қызықты нұсқаларының бірі болып әмбебап қозғалтқыш табылады. Ол айнымалы және тұрақты тоқ қуат көздерінен жұмыс істей алады.
Ол туралы толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнамыздағы бейне жазбаны көріңіз. Көңіл бөліп қарағаныңызға рахмет.